Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров өзінің балалық шағы туралы былай еске алады. Мен бала кезімнен қайратты болдым. 10 жасымда 15 жастағы балаларды өзіме бағындырдым. Ешқашан ешкімге өзімді ренжітпедім. Ылғи көзімді қорғайтын едім. Себебі ұшқыш болғым келеді ғой. 7-ші сыныпта аяқтадым. Өзімді үлкен азамат сезіндім. Жұмыс істеп, ақша тауып, анама көмектескім келді. Алайда паспортсыз кім мені жұмысқа алады? Жарты жыл грузчик болып жұмыс істедім. Жүк тасу үшін тәжірибе қажет емес қой. Күшің болса, болды. Токарь болғым келді. Бірақ біз сенің өмірің үшін жауап бере алмаймыз. Паспортың жоқ, деді үлкендер. Сондықтан милицияға бардым да былай дедім. Маған паспорт бермесеңіздер, осы жерден шықпаймын. Маған шұғыл паспорт берді. Паспортта асығыс жасады. Тоқтар Әубәкірұлы Оңғарбаев болуым керек еді. Паспортқа Оңғарбайұлы Әубәкіров деп жазып жіберіпті. Қайтып келіп, паспортымды көрсеттім. Мені токарьдің оқушысы ретінде жұмысқа алды. Солай 3 жыл жұмыс істедім. Сол кезде ағзамды жаттықтырғанмын. Себебі ұшқыш болуды армандадым. 15-16 жасымдақ газеттерде мен туралы мақтау мақалалар шықты. Қарағанды облыстық кітапқа алтын әріптермен атым жазылды. Бала болсам да 3 бөлмелі пәтер берді. Мектепті аяқтағаннан кейін әскери мектепке кететінімді айттым. Анамда басшылықта жібергілері келмеді. Тұнжырап қалды. Бірақ баталарын берді, дейді қаһарман ағамыз. Сонымен Ресей Федерациясының Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін және авиация институтын аяқтайды. Алайда қазақ тілін білмейді екен. Сондықтан қазақ тілін үйренуді бастайды. Ол ана тілін, қазақ әндерін айту арқылы үйреніп алады. Ағамыз Кеңес одағының батыры атағына 3 рет ұсынылып, тек 3-ші ретте ғана берілген екен. Бұл туралы өзі былай дейді. Мені батыр атағына 1979 жылы ұсынған. Алайда маған үлкен бастығым келіп, Тоқтар, сен әлі жассың, болашақта әлі талай атаққа иелік етесің. Мына полковник 30 жылдан астам еңбек етті. Сынақшы, ұшқыш болса да батыр атағы берілмеді. Ренжімесең осы кісіге берейік, деді. Мен келістім. 2-ші рет 1986 жылы ұсынылдым. Ол жылы желтоқсан оқиғасы болды. Михаил Горбачев ұлты қазақ дегенді оқып, қол қоймаған екен. Тек 3-ші рет 1988 жылы ұсынылғанда батыр атағын алдым, дейді қаһарман ағамыз. Ал ғарышқа тек 1991 жылы ұшты. Оның батырлығы сол, алда не болатыны беймәлім еді. Бірақ ғарышқа ұшты. Жалпы әлемде 20-дан астам ғарыш айлағы бар. Бірақ Байқоңырда ұшырулардың 3-тен 1 бөлігінен астамы жасалады.